Құрметті оқырмандар, сіздерді 1 желтоқсан Қазақстан тұңғыш президенті күнімен құттықтаймыз. 1 желтоқсан Қазақстанның тұңғыш президенті күні. 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде еліміз өзінің тұңғыш президентін сайлайды. Және осы күннен тәуелсіздік тарихы басталды. 2013 жылы 14 желтоқсанда мемлекет басшысы Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы Қазақстан Республикасының заңына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Онда 1 желтоқсан аталып өтілетін және мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні белгілеу көзделген болатын. Құрметті оқырмандар, сіздерді тағы да осы мерекемен құттықтаймыз. Зор денсаулық, аспанымыз ашық болсын, және де біздің республикамыз өрлей берсін.